Сәлем, құрметті тыңдарман. Сіздермен еңбегімді бағалап кетеді деген үмітпен сіздерден қолдау күтемін. Арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Рахмет. Көптен көрмеген жолдас балалармен кездесіп, sıрадан біраз сілтеп алып, түн ортасына таман қарай үйге келдім. Есікті ашып кірсем, жарық әлі сөнбеген. Қарасам, Қамажай тәте әлі ұйықтамапты. Халатының етегі бір жағына қарай түсіп кетіп, теледидар көріп жатыр. Онысынан бір жақ саны жалтырап көрініп тұр. Менің кіргенімді байқамай қалған ба білмеймін, мән бермеді. Теледидар қонақ бөлменің сыртқы есікпен қарама-қарсы тұсына қойылған, кіргенде бірден көрінеді. Қамажай тәте ұятсыз видео көріп жатыр. Менің кіргенімді енді байқап қалып, дереу теледидарды сөндірді. Ал мен күліп жібердім. Орнымнан тұрып бөлменің есігін жаба бергенде, мен есікті тіреп қалдым. Ол маған қарап, ішіп алғансың ғой, перегарыңнан мас болуға болады деді. Бөлмеге менде кіріп отырдым да, бүгін аға жоқ па деп сұрадым. Ал ол болса, иә, кешкісін бір туысы қайтыс болды деген хабарды ести сала, ауылға аттанып кетті деді. Мен де дереу іліп әкеттім. Бәсе, көріп отырған видеоңыздан ақ қорқып едім, кірген бойда деп әзіл шыны аралас. Қамажай тәте деп отырғаным мен тұратын пәтердің хозяйкасы. Ұзын бойлы, арықшақ келген әйел. Жасы 49-да, ал күйеуі өзінен 18 жас үлкен. Мастықтың кесірме білмеймін оны бір айтып отырып, көңілін көтеріп күлдіріп отырдым. Біраз уақыттан кейін әңгіменің тақырыбы ұятсыз әңгімеге ауысты. Ол маған өзіңнен кіші қызға үйленбе, және денсаулығыңа мақтап қара деді. Неге деп сұрағанымда мына әңгімені айтып берді. Жасым 20-дан енді асқан кез еді. Институттың соңғы курстарының бірінде оқып жүргем. Жанымда сүйген жігітім де бар еді. Бірақ кешкілік үйге қонақтар келді. Білуімше, әкемнің ескі досы болатын. Қонақтар кеткесін бірақ білдім. Маған құда түсіп келгенін және той күнін белгілеуге келіпті. Жыладым, көнбедім, бірақ ата-ананың айтқанынан шыға алмадым. Ең сорақысы жігіттің жасы 40 жастарда екен. Оны білгенде тіптен өмірден түңілгендей болдым. Бірақ той өтіп, мен сүйген жігітіммен қоштасып, мүлде танымайтын біреумен тұра бастадым. Басында өзі көп үндемейтін, ештеңеде шаруасы жоқ адам болып көрінді. Жұмысына барып келеді, жалақысы да тәп-тәуір, себебі заводта жұмыс істейтін. Оның араққа құмар екенін біраз уақыттан соң білдім. Ішіп келетінді шығарды, одан кейін мені ұратынды шығарды. Ажырасып кетіп, қарабет боп төркінге баруға намысым жібермеді. 7-8 жылдан кейін кенет оның еркектік белсенділігі төмендей бастады. Емделуге кеңес беріп едім, өзімді ұрып тастады. Ақыры дәрігерге баруына көндірдім, бірақ тым кеш барыппыз. Оның заводтағы зиянды ауыр жұмысы еркектік безеріне қайта қалпына келмейтіндей зиян әкепті деді. Ендігі сүйенеріміз тек жыныстық белсенділікті artıратын препараттар екен. Табиғи күштің қалпына келуі тым кеш деді. Осыдан кейін ол жуасып, қайта мен күшейе бастадым. Тіпті оған төсекте де ойыма келгенді істететін болдым. Мен кетіп қалады деп қорықтыма білмеймін, айтқанымнан шықпайтын болды. Кейіннен оған дәрілер де әсер етпейтін болды да, төсек қызығы дегенді ұмытқанымызға 15 жылдай болыпты. Сен дұрыс түсін, мен жаңағыдай киноларды неге көріп жатқанымды деп әңгімесін аяқтады. Сөйтсем, Қамажай тәте, күйеуіңіз жағдай анандай болғасын, ұятсыз фильмдерді көріп өзін қоздырып, анда-санда күйеуі жоқта үлкендерге арналған магазиннің ойыншықтарын пайдаланады екен. Сол кезде мен оған бетіне наглы айттым. Қамажай тәте, білем сіздің жас адаммен жатқыңыз келетінін дедім. Ол үндемеді. Дереу оны аймалап төсекке беттей бердім. Қарсылық білдірген жоқ. Жайлап, шешіндіріп, айналысып кеттік. Ах, ох деген дыбыстарды шығарумен талтайтып ақ жатты. Алкогольдің әсерінен бітіре алмадым. Ол да қиналып кетті. Демалып, 1,5 сағатта әрең бітірдім де құладым. Сол күйі ұйықтап кетіппін.
Қанша уақыт өткенін білмеймін, ана жерім жыбырлағаннан ояндым. Қарасам, шалқамнан жатырмын. Қамажай тәте қасыма қырынан жатып ап, аспабымды жәймендеп көтеріп, басын ашып жауып қояды. Солай біраз жатты. Содан соң біраз уақыттан кейін қақшияда қалды. Содан қайта айналысып, таңға дейін 2-3 рет бітірдік. Оның риза болғаны сондай, дәл осындай сәтті басымнан өткергеніме қанша уақыт болды десеңші. Бүгін тіпті бұтымды да жинай алмайтын шығармын деп қояды. Содан кейін де қанша уақыт өтті. Үйде шал жоқ болғанда быт-шыт болады. Ойыма не келсе соны іске асырам. Жатқызып қойып тастайым, тұрғызып та қойып тастайым, еңкейтіп, тоңқайтып, қырынан дейсің бе, небір позалар кетті. Алдына да бітірем, артына да бітірем. Кейде түн ортасы ауғанда менің бөлмеме де келе бастады. Ақыры ол квартирадан кетіп тындым. Қамажай тәте мені қимастықпен шығарып салды.